Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздермен өте ерекше болып шығатын, сіздер әлі дайындап дәмін көрмеген салаттың рецептісімен бөліскім келеді. Жасалу жолы өте оңай, қолжетімді ингредиенттерден тұрады. Шамамен осы салатты жасау үшін маған тек қана 5 минут қана кетті. Жасап көріңіздер, сіздерге міндетті түрде ұнайды. Ал енді кеттік. Бізге бірінші пісірілген тауықтың төс еті қажет болады. Оны жақсылап ұсақтап пышақтың көмегімен турап аламыз. Салатқа қажетті ингредиенттердің мөлшерінің барлығын видеоның астында описанияға жазып кетемін. Сонымен қатар сіздер піскен тауық етін қақталған не болмаса қуырылған тауық етіне ауыстырсаңыздар да болады. Олай да өте дәмді шығады. Туралған тауық етін арнайы ыдысқа саламыз. Оның үстіне грек жаңғағын ұсақтап турап қосамыз. Салаттың дәмін айтып жеткізу мүмкін емес болады. Бір жасағаннан қайтадан жегілеріңіз келіп тұрады. Сол себептен көбірек жасағандарыңыз дұрыс. Ұсақтап туралған грек жаңғағын ыдысымызға саламыз. Кейін аршылған анарымызды саламыз. Анарды таңдаған кезде қызылын таңдағандарыңыз дұрыс, сонда әдемі шығады. Енді басты құпия ингредиент ол көкнар. Көкнарды қосамыз, жақсылап тұз себеміз, бәрін жақсылап араластырамыз. Салат көкнардың арқасында өте ерекше, басқаша, нәзік, көзге көрінетін әдемі салаттардың қатарына кіреді. Сіздер бұл салатты әлі дайындап көрмегендеріңізге сенімдімін. Жасап, міндетті түрде дайындап, қонақтарыңызға ұсынып, өздеріңіз дәмін татып көріңіздер. Сіздерге міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Бұл салатқа майонезді ғана араластырмай, сонымен қатар майонездің орнына йогуртты пайдалансаңыздар болады. Сондай дәмді, ерекше дәм беріп тұрады. Жасап көріңіздер. Салат дайын. Енді салаттың бетін әсемдеуге кірісеміз. Ол үшін бізге бірнеше анар қажет болады. Бұл әдемілік үшін. Сонымен қатар үйде жасалған қытырлақ нандардан да қосамыз. Ол да өзіндік бір әдемілігін беріп тұрады. Сонымен қатар салатқа өте дәмді дәм береді. Салат аз ғана уақыттың ішінде дайын болады. Өте тез дайындалады. Дәмі де өте керемет. Жасап көрмесеңіздер, дәмін білмейсіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Салаттың дәмді болатыны соншалықты, сіздер міндетті түрде қайтадан жасайтын боласыздар. Өте дәмді шығады. Мерекелік дастарханда тұратын салаттардың бірі. Бұл салат көздеріңізді қуантып, тәбеттеріңізді ашады. Салатты дайындап көріп, қалай шыққанын жаза кетіңіздер. Каналда басқа қандай рецептпен бөліскенімді қалар едіңіз, комментарийға жаза кетсеңіздер, сіздерден кері байланыс күтемін. Астарыңыз дәмді болсын. Назарларыңызға рахмет.
Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін өте ерекше болып шығатын, дәмді, өте әдемі салаттың рецептісімен бөлісемін. Салаттың аты застолье деп аталады. Ең алдымен біз пиязды дайындаймыз. Оны ұсақтап турап, маринадтаймыз. 1 қасық тұз, 2 қасық қант және 1 қасық алма сірке суын қосамыз. Міндетті түрде су қосамыз. Жақсылап араластырып, салаттың қалған ингредиенттерін дайындап алғанша қойып қоямыз. Енді салатты жинауға кірісеміз. Өзіңізге ыңғайлы табан алып, оған кольцо қоямыз. Піскен тауық төсетін алып, алдын ала ұсақтап турап аламыз. Оны кольцоның ішіне салып, қасықтың көмегімен бір келкі қылдырып жинаймыз. Үстіне тұз сеуіп, майонез жағамыз. Егер сіздерде бұндай кольцо болмаса, кез келген дөңгелек форманы алып, соның ішіне жинасаңыздар болады. Бір қабат майонезді жағып алдық. Енді маринадталған пиязымызды салып, екінші қабатын орналастырамыз. Қасықтың көмегімен бір келкі етіп жайып шығамыз. Оның үстіне екінші қабат майонезді жағамыз. Майонезді қасықпен жағу міндетті емес. Егер қасықты қолданғыларыңыз келмесе, торкөз ретінде қалдыра берсеңіздер болады. Майонезімізді жағып болдық. Енді алдын ала үккіштен өткізілген піскен сәбізді жайғастырамыз. Қасықтың көмегімен тегістеп, бір келкі етіп жайып шығамыз. Сәбізді орналастырып болғаннан кейін тағы да майонез жағамыз. Дәміне қарай кішкене тұз қосамыз. Кейін алдын ала жуып туралған ас көктерімізді саламыз. Мен кинза менен петрушканы пайдаландым. Бұл міндетті емес, сіздерге ұнамаса басқа ас көкті пайдалансаңыздар болады. Тағы да майонез жағамыз. Тұз себеміз. Алдын ала үккіштен өткізілген ірімшігімізді қосамыз. Қолымыздың көмегімен бір келкі етіп орналастырып жайғастырамыз. Үстіне тағы да майонез жағамыз. Кейін үккіштен өткізілген піскен ауызымызды саламыз. Қасықтың көмегімен бір келкі етіп жаямыз. Кішкене тұз қосамыз. Майонез жағып шығамыз. Үккіштен өткізілген жұмыртқаның сарыуызын салып, қасықтың көмегімен бір келкі етіп жайғастырамыз. Тағы да майонез жағып, оны да қасықтың көмегімен тегістейміз. Салатымыз дайын, оны бір 10 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Кейін пышақтың көмегімен салатты кольцодан босатамыз. Егер сіздерде ацетатная пленка болатын болса, онда соны пайдалансаңыздар болады. Менде ацетатная пленка болған жоқ, сол себептен мен пышақпенен босаттым. Салатымыз дайын, өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдеп, қонақтарға ұсынсаңыздар болады. Мен бұл жерде жусайды пайдаландым, бірақ бұл маңызды емес, сіздер қолданбай қойсаңыздар да болады. Дайын болған салатты міндетті түрде кем дегенде 3-4 сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Сол кезде барлық ингредиенттер бір-бірімен сіңісіп, дәмі керемет болып шығады. Міне видеода көрсетілгендей, тураған кезде формасын дұрыс ұстап, ешқандай шашылып, жан-жаққа төгілмейді. Салат өте дәмді, нәзік, ерекше болып шығады. Қонақтарға ұнайды, міндетті түрде жасап көріңіздер.
иісі керемет, дәмі де тамаша, өте жақсы болып шықты. Ингредиенттердің барлығы бір-бірімен үйлесіп, ерекше дәм береді. Сонымен қатар сіздер менің каналымнан тағы да басқа көптеген салаттардың рецептісін таба аласыздар. Назарларыңызға рахмет, астарыңыз дәмді болсын. Келесі жолы қандай рецептпен бөліскенімді қалайсыздар, міндетті түрде жаза кетіңіздер.
Баршаңызға қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге Гүлім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге маринаты керемет, өте дәмді, дәмі ауызда ерейтін, еті жұмсақ болып шығатын, құс етінен жасалатын өте ерекше дәмді ыстық тағамның рецептісін ұсынамын. Ол үшін бізге құс еті қажет. Менде бұл жерде үйрек еті. Үйрек етін қатты күйінде өздеріңіздің қалауларыңызша турап аламыз. Содан соң мұздың әбден ерігенше қойып қоямыз. Мұзы еріп болғаннан кейін суын төгіп маринатын дайындаймыз. Ол үшін бізге туралған қызанақ қажет болады. Қызанақты салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Араластырып болғаннан кейін оның үстіне туралған пиязымызды қосып, барлығын тағы да жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін туралған киви жемісін қосамыз. Оны да барлығымен бірге қосып, жақсылап араластырып аламыз. Кейін ұсақталған сарымсақты қосып, оны да барлығымен бірге қосып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін дәмдеуіштерді қосамыз. Менде бұл жерде кәуапқа арналған дәмдеуіш, паприка және тұз. Содан соң кішкене ғана шым-шым етіп кристаллик дәмдеуішінде қосып жібереміз. Барлық дәмдеуіштерді қосып болғаннан кейін тағы да барлығын жақсылап бір-бірімен араластырамыз. Енді етке ерекше дәм беріп, оны жұмсарту үшін жари мясо деп аталатын осындай дәмдеуішті пайдаланамыз. Содан соң мынадай жидкий дым деп аталатын дәмдеуішті де қосамыз. Бұл дәмдеуішті де кез келген дүкеннен қолжетімді бағада ала аласыздар. Бұл бізде копченый, яғни қапталған дәммен иісті шығарып тұру үшін өте пайдалы және керек дәмдеуіштердің бірі. Содан кейін апельсин шырынын да қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Бұндай маринатты бір немесе бірнеше сағатқа қойып қойсақ жеткілікті. Мендегі бұл маринат 1 сағат көлемінде тұрды. Байқаған болсаңыздар, көп адамдар өздерінің еттерін қалай маринаттағанын көрсетіп бөліспейді. Сол себептен мен өзімнің жылдар бойы пайдаланып келе жатқан сенімді рецепттерменен бөліскенді жөн көрдім. Сіздердің де дайындап жасап көргендеріңізді қаладым. Енді осы маринатталған етімізді алып, оның үстіне туралған картопымызды салып, барлығын жақсылап араластырып, кемінде жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағат өтіп, барлығы бір-бірімен сіңіскеннен кейін осындай пештің формасын алып, оны сәл кішкене майлаймыз. Яғни көп емес, кішкене ғана майласаңыздар жеткілікті. Майлап болғаннан кейін картопты да бір келкі етіп формамызға жайғастырып шығамыз. Ал етті болса жеке сеткада пісіретін боламыз. Яғни картоптың үстіне сеткамызды қойып, сол сеткаға етімізді барлығын түгелдей жайғастырып шығамыз. Егер сіздерде сетка болмайтын болса, онда ештеңе етпейді. Ет пенен картопты бірге салып пісіре берсеңіздер болады. Ешқандай айырмашылығы болмайды, керісінше өте дәмді болып шығады. Етті орналастырып жатқан кезде пешімізді 180 градусқа қойып, алдын ала қыздырып аламыз. Қызған күйінде жайғастырғаннан кейін пешімізге салып 30-40 минуттай пісіріп аламыз. Енді үйдегі иіске сөз жоқ, өте керемет, бірден тәбетті ашатын, өзіне баурап алатын керемет атмосфера. Бұндай маринатты сіздер тек қана осындай тағамдарға емес, сонымен қатар кәуаптарға да пайдалансаңыздар болады. Тағамымыз дайын, өте керемет болып шықты. Иісін айтып жеткізу мүмкін емес. Отбасымның сүйікті тағамдарының бірі дәл осы ыстық тамақ. Кемінде айына 3 ретте жасаймын. Өте сүйсініп, сүйіп жейді. Балаларым қатты ұнатады. Сол себептен сіздерге де жасап көрулеріңізге кеңес етемін. Қазір еттің дәмін көреміз. Еті ауызда ериді. Айтып жеткізу мүмкін емес. Дүкендегі, кафелердегі кәуаптардан ешқандай да айырмашылығы жоқ. Басты айырмашылық пеште дайындалып, үй жағдайында жасалғаны. Өте керемет болып шығады, жасап көрулеріңізге кеңес беремін.
Тіпті еттегі қақталған дәм менен естің өзі өте керемет дәм беріп тұр. Сіздерге пайдалы әрі керек рецептпенен бөлістім деп ойлаймын. Міндетті түрде жасап, дәмін көріп, кері байланысқа шығып, маған комментарий бөліміне қалай шыққаны жайында өз пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Каналға тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңырауды басып қойыңыз. Назарларыңызға рахмет, астарыңыз дәмді болсын. Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Бүгін өте аз уақыттың ішінде тез әрі оңай жасалатын, дәмді болып шығатын, өте керемет тіске басар рецептісін ұсынатын боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Видео ұнаса, әлі де каналға тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде каналға тіркеліп, басқа видеоларды жіберіп алмау үшін қоңырауды баса кетіңіз. Керекті ингредиенттердің құрамының барлығын видеоның астында описанияға жазып кететін боламын. Ал бізге ең алдымен осындай шұжық қажет болады. Шұжықтың барлығын үстіп дөңгелек етіп кесіп турап аламыз. Маған осылай ыңғайлы болғаннан кейін осылай дөңгелекше етіп турадым. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызға қарай турасаңыздар болады. Барлық туралған шұжықтарды арнайы таза ыдысқа алып шетке қоямыз. Келесі кезекте бізде ірімшікті де жұқалап төрт бұрышты етіп кесіп турап аламыз. Ірімшікті таңдаған кезде сапасына мән беріңіздер. Ірімшігіміз міндетті түрде еретіндей болуы қажет. Бұл жерде мен сметанковый деп аталатын ірімшікті пайдаландым. Ал сіздер өздеріңізге ыңғайлы әрі қолжетімді кез келген ірімшікті пайдалансаңыздар болады. Бастысы еретіндей болса болғаны.
Туралған ірімшікті де ыдысқа салып шетке алып қоямыз. Келесі кезекте бізде қызанақ. Қызанақты да дөңгелек етіп, жұқалап, кесіп тураймыз. Туралған қызанақты да ыдысқа салып шетке алып қоямыз. Келесі бізде турайтын зат ол қияр. Қиярды да дөңгелек етіп, жұқалап, кесіп, турап қоямыз. Кейін оны да таза бір ыдысқа салып шетке аламыз. Қияр мен қызанақты қолданбас бұрын міндетті түрде ағынды суда жуып тазалап аламыз. Одан соң пиязымызды алып, жұқалап, жартылай дөңгелекше етіп, турап, дайындап аламыз. Көрсетілген ингредиенттердің барлығын өздеріңіздің қалауларыңызша көлемін үлкейтіп, яғни қосып, немесе алып тастауларыңызға да болады. Барлығы өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Барлығын турап алдық. Енді соусын жасаймыз. Ол үшін бізге майонез қажет болады. Майонезге кетчуп салып, оның үстіне тұз, бұрыш, қара бұрыш және қызыл бұрыштарымызды салып, барлығын қасықпенен жақсылап түгелдей араластырамыз. Соус жайлы айтатын болсам, бұл соус лавашпен жасалатын барлық тағамдарменен жақсы үйлеседі. Сол себептен лавашпен жасалатын тағамдардың ішіне қорықпай қоса берсеңіздер болады. Дәмі өте дәмді болып шығады. Келесі кезекте бізде осындай дөңгелек лаваштарыңыз осындай дөңгелек болғаны жақсы. Сол кезде барлығы дұрыс шығатын болады. Лавашты дәл осылай кесіп аламыз. Кейін оның үстіне жаңағы дайындап қойған соусымызды бірнеше қасық қып салып, оны жұқалап, жағып орналастырып аламыз. Кейін соус сыртқа ағып кетпеу үшін бірнеше қасық қоссаңыздар жеткілікті, одан артық көп қоспаңыздар. Енді ағынды суға алдын ала жуып алған салат жапырақтарын орналастырып, оның үстіне жаңағы туралған қызанақтарымызды қойып шығамыз. Кейін қызанақтың жанына қиярды орналастырамыз. Қиярды орналастырып болғаннан кейін дәл жанағындай етіп ірімшікті де орналастырып қойып шығамыз. Сіздер орналастыру ретін өздеріңіздің қалауларыңызша ауыстырып қойсаңыздар болады. Ал менде келесі кезекте шұжық, оны да жақсылап орналастырып аламын. Кейін оның үстіне пиязымызды салып, барлығын дәл осы видеода көрсетілгендей етіп бетіне қойып аламын. Барлығын орналастырып болдық. Енді тіске басарымызды жинай бастаймыз. Қолымыздың көмегімен дәл осы видеода көрсетілгендей етіп үш бұрышты қалыпқа лавашымызды келтіріп аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте тез әрі оңай жасалды. Алдын ала границамызды немесе граница болмаса табаларыңызды газға қойып қыздырып алсаңыздар болады. Кейін екі жағынан аударып, екі жағын бірдей етіп қызартып пісіріп аласыздар. Міне біздегі тіске басар дайын өте оңай әрі тез жасалды. Асыққан кезде санаулы минуттардың ішінде өте тез, дәмді әрі ерекше болып шығатын тіске басарды міндетті түрде отбасыларыңызға жасап, қуантуларыңызға кеңес етемін. Сіздерге ұнайтынына 100% кепілдік беремін. Видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Жасап көрсеңіз, қалай шыққаны жайлы комментарийге пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Сіздердің әрбір кері байланыстарыңыз смайлик болса да мен үшін өте маңызды. Астарыңыз дәмді болсын. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.